Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен 5 саусағымыздың көмегі арқылы ертегідегі Ханзада мен Ханшайымның қамалының суретін салатын боламыз. Ол үшін сіздер видеодағыдай менің сызғандарымды дәлме-дәл қайталап отырсаңыздар жеткілікті. Қамалды салып болғаннан кейін жан-жағына ағаштың, күннің және бұлттардың суретін салып әсемдейміз. Келесі кезекте біз суреттерімізді бояп бастаймыз. Ол үшін акварельді бояулар, түрлі түсті қарындаштар немесе фломастерлер қолдануыңызға болады. Менің суретім осымен аяқталды. Бағасын сіздер беріңіздер.